Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен шет желпек дайындайтын боламыз. Өте дәмді, жұмсақ, күшті болып шығады. Міндетті түрде дайындаңыздар. Білесіздер ғой, қазақ халқы бұрыннан жұма күні шет желпекті пісіріп, жақындарына, көршілеріне тарататын болған. Сауап алу мақсатында. Міндетті түрде сіздер де сауап алғаныңыз келсе жасаңыздар. Достар, соңына дейін қарап, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Желпек пісірудегі өзімнің қыр-сырларымен бөлісетін боламын. Ал онда достар, бисмилля деп бастайық. Алдымен бөлек бір ыдысқа жылы су құямыз. 2 стакан жетеді. Егер өздеріңіз кейде артық істегілеріңіз келсе, 3 стакан құйсаңыздар болады. 1 шай қасық тұз саламыз. Және 1 қасық қаймақ салдым. 1 шай қасық дрожь саламын. Барлығын жақсылап араластырамыз. Мен бөлек үлкен бір ыдысқа ұнымды електен өткіздіріп салып дайындап қойдым. Соның үстіне біздің жеңілдегі салмамызды салып құйып, 1 қасықпен, одан кейін қолмен араластырсаңыздар болады. Мен бірден қолмен араластырдым. Жақсылап қамыр елейтін боламыз. Достар, байқағандарыңыздай қамырды уже елеп болып жатырмын. Осы жерде мен кішкене май құйып жібердім. Сыртында май тұрса, жабыспай әдемі болып тұрады. Ал енді достар, бетіне крышкасын жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Мен матамен орап қоямын. Ашығанын күтетін боламыз. Неге достар, ашыды. Осылай әдем болып тұрады, қолға жабыспай, майды құйған соң. Мен бірден осылай қолмен алып, жерге төсеймін. Сөйтіп ұзына бойы созып, кесіп шығатын боламын жет желпек. Мен 9-ға кестім, екеуі үйде қалу үшін. Ал енді достар, осы кесіп шыққанымызды топ-томалақ етіп сола істейтін боламыз. Мүлдем қолға жабыспайды, өте әдемі болады. Ал енді достар, кішкене бетіне ұн сеуіп, оқтайымызбен топ-томалақ етіп жайып шығатын боламыз. Достар, ұн сепкен себебіміз, қазір біз матаның бетіне қоямыз ғой, сол кезде жабысып қалады. Егер ұн себетін болсақ, жабыспайды. Қатты жұқа жаюға болмайды. Мінекей достар, барлығын жайып болдық. Осылай матаның бетіне немесе дастархан бетіне қойып қойсаңыздар болады, сонда жабыспайды. Ал енді майымызды сковородкамызға құйып ысытып алдық. Ысыған кезде барып салатын боламыз. Алдын артын қызартып пісіріп алатын боламыз. Достар, мінекей біздің жет желпегіміз дайын болды. Осылай қызарып, әдемі, жұмсақ болып пісетін болады. Арасы шикі болып қалады деп мүлдем уайымдамаңыз. Сіздермен болған Балнұр, қош сау болыңыздар. Сонымен қатар менің YouTube каналыма, Instagram парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Онда көптеген пайдалы ақпараттар мен рецепттермен бөлісетін боламын.